Демек, осы кадрдың көмегімен енді фото альбом жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2000 пиксель неде және де 1800 пикселдік құжат ашуымыз керек болады. Және де бұл құжатқа жаңағы немізді, фигурамызды курсор құралының көмегімен жаңағы фигурамызды алып, бұлайша тастайтын боламыз. Және де бұл фигурамызды осы фигурамыздың несінде фонда болатын суретімізді ашып аламыз. Ол үшін файл, открыть, және де өзіңіздің жаңа қойғыңыз келген суретті таңдайсыз. Бірден бірнеше суреттерді ерекшелеп ала салайық. 4-5 суретті бірден ерекшелеп фотошоппен ашып алайық. Және де осы суреттерді енді біз жаңа немізге қоятын боламыз. Мынау немізге рамкамыздың артқы фонына сол суреттерді орнататын боламыз. Демек, мына бір суретті алып, курсордың көмегімен бұлайша жаңа құжатқа келіп тастаймыз да, және де бұл суреттің үстіне жаңа фигурамызды орналастырамыз. Және де жаңа сурет тұрған слойды таңдап, Ctrl-T батырмалардың көмегімен бұл суретті көлемін өзгертеміз. Трансформациялаймыз, яғни. Бұлайша неге келтіріп, суреттің артында тұрғандай неге әсерге жетуімізге болады. Бұлайша орнатып аламыз. Және де жаңағы фигурамыз тұрған, рамкамыз тұрған слойды бірнеше Ctrl-G батырмалардың көмегімен бірнеше рет көшіріп алайық. Мысалға 5 рет көшіріп алайық. Және де жаңағы артықшы төрттен қазірше көрсетпей қоямыздағын, және де жаңа екі слойымызды бірден ерекшелеп объединить слои, яғни слойларды қосу деген батырма бассақ, бізде жаңа екі неміз рамка мен мынау сурет екеуі бірге мынандай неге бір ғана суретке айналып қалады. Сол сияқты тағы да бірнеше суреттерді орналастырып көрейік. Осылайша суреттерді орналастырып алған соң, енді бұл суреттердің орындарын ауыстыратын боламыз. Бұлайша суретті мысалға алып, мына келесі суретке ауысып, оны былай қойып, мына суретті былай алып, мына суретімізді былай қойып деген сияқты. Және де бұларды мысалға бұлайша Ctrl-T клавиатура батырмалардың көмегімен бұлайша бұларды трансформациялауға болады. Мысалға бұлайша бір суреттің үстіне екінші сурет шығып тұрған сияқты әсерге жетуге болады. Ол мынау нелердің көмегімен орындалады. Мысалға қазір бізде мынау суретіміз мынау суреттің үстіне шығып тұр қазір. Оны мынау суретімізді бұл суретімізді мынаның үстіне шығару үшін бұл жай ғана осы сурет фигура орналасқан слойды алып ең жоғарыға қарай шығып қойсақ, мына суреттің үстіне бұл сурет шығып қалады. Сол сияқты сол жаңа суреттерімізді бұлайша орындарын бұлайша ауыстыра беруімізге болады. Және де бұл слойды да былай алып келіп қоюымызға болады. Бұл жерде қазір мынау суретіміз мынаның үстінде, ал мынау суреттердің үстіне шығып тұр. Оларды мына жаңа слойлардың реттерін ауыстыру арқылы бұл суреттердің нелерін ауыстыра беруімізге болады. Және де фонымызға мынандай бір градиент бере салайық. Спектр деген недегі мынандай бір градиентті алып бере салайық. Және де бізге керекті болған жаңа нелеріңізді, фигураларыңызды және де әртүрлі эффектілерді осы суреттердің үстіне алып келіп орналастыра беруіңізге болады. Бұлайша неден шығарған кезде бізде печаттан шығарған кезде бізде
мынандай неге әсерге жететін боламыз екен.